бүгінгі ақпараттар пайдалы болады деп ойлаймын. Ақпараттарды соңына дейін тыңдап, соңында комментарий жазып, ұнаса лайк қоюды ұмытып кетпеңіздер. Енді құрметті әріптестер, біздер барлығымыз PowerPoint, яғни презентация шаблондарын офис бағдарламасында көбіне қолданамыз. Ал енді қазір түрлі шаблондарды қандай сайттардан алуға болатын сіздерге көрсетемін. Ол үшін Google браузеріне, яғни біздер былай деп жазамыз: PP Slides деп жазсаңыз, керемет, мына ppslides.com деген терезе ашылады, және бұл жерден сіз өзіңізге қажетті кез келген презентацияның шаблондарын оп-оңай түрлі тақырыпта таңдап алуыңызға болады. Мысалы, абстракты бөліміндегі кез келген бір шаблонды таңдап алайық. Кез келгенін таңдап аламыз. Скачать батырмасын басамыз. Және төменде міне тұрады. Яғни бұл сіздің компьютеріңізге жүктелді деген сөз. Міне. Немесе тағы да осылай етіп, басқа да кез келген, мысалы, спорт тақырыбында кез келген шаблонды таңдап алсаңыз, төменгі жағында тұрады. Яғни оны да сіз арнайы өзіңіз не істейсіз, жүктеп ала аласыз. Яғни сонда бұл сайттың аты ppslides.com. Міне, ppslides.com деп Google браузеріне жазсаңыз, сізде осы бір керемет шаблондардың бөліміне алып келеді. Осы жерден жаныңызға қалаған кез келген шаблонды сіз оп-оңай таңдап алуыңызға болады. Енді бір тағы да келесі көрсететін сайт бұл PowerPoint Base деп аталады. PowerPoint Base. Сіз бұл жерден де міне PowerPoint Base. Сіз бұл жерден де өзіңізге қажетті, яғни бұнда регистрация жасалып, арнайы тіркелуге де болады, тіркелмей қоюға да болады. Міне, яғни сіз бұл жерден шаблон презентация түрлі тақырыпта таңдай аласыз. Сонымен қатар сіз бұл жерден диаграммалар таңдай аласыз. Өзіңізге аса қажетті түрлі тақырыптағы, яғни диаграммаларды сіз осы жерден жүктей аласыз. Кез келген диаграмманы сіз жүктеп, қарап, өзіңізге аса қажеттісін осы жерден алуыңызға болады. Енді тағы бір ең пайдалысы бұл шаблоны Word. Сіз бұл жерден де, яғни шаблондарды таңдауыңызға болады, Word'тың түрлі шаблондарын. Және ең бір кереметі бұл жерде шаблон сертификат, түрлі сертификаттарды алып, сіз оны не істейсіз? Өзгерістер енгізе аласыз. Және бұны қалай жүктей аламыз? Мысалы, шаблон презентация команда деген мысалы басып қалатын болса, міне кез келген осы бір шаблонды мен таңдаймын, үстін басамын. 639 бұнда санмен беріледі. Және мына оң жақтағы терезеде тұрады. Осыны басып қаламын. 868. Міне менде жүктелді. Тағы да бір нелерді, мысалы, медицина тақырыбындағы кез келген, мысалы, мына бір медицина тақырыбында, мына бір 129 деген шаблонды таңдаймын. Және бұл жерде міне RAR, яғни бұл папка түрінде беріледі. Және мен оны жүктеп аламын. Жүктеп алғаннан кейін өзімнің загрузка бөліміне барып қараймын. Құрметті әріптестер, енді келесі бір көрсететін сіздерге тамаша сайттың бірі Presentation Creation деген, міне осылай жазылады. Яғни ең бірінші тұрады, оны да басып қаламыз.
Және осындай әдемі бір керемет шаблоне, фоне, презентация, инфографика, презентация, PowerPoint, әртүрлі неше түрлі тақырыпта, яғни инфографиканы білесіздер, әдемі тақырыпта. Бұны да өзгерістер енгізуге болады мұнда да. Және шаблоне, презентация, фоны, абстракция, текстура, біз көбіне абстрактны таңдаймыз, оны өздеріңіз білесіздер. Және кез келген слайдты сіз таңдап аласыз да, кез келгенін таңдап, барлық бетін мысалы танысып қарап шығуға болады. Және өзіңіздің жаныңыз қалаған бір шаблонды алып, мысалы кез келген бір жақсы шаблонды алып, подробнее батырмасын басып, осы жерде сіз мені скачать деген батырманы басу арқылы жүктей аласыз. Сонымен қатар тағы да мысалы физика саласы бойынша, да әдемі шаблондар шығады. Физика особенности шаблон для презентации міне, және формат 10 слайдтан тұрады. Және бұны сіз скачать широко комфортный шаблон презентации PowerPoint басасыз, және ол сіздің арнайы папкаңызға жүктеледі. Сіз осы жерден оны да не істейсіз, қарай аласыз. Міне жүктелген бүгінгі презентацияның шаблондары. Біз осы жерден өзімізге аса қажетті дүниелердің барлығын таңдап қараймыз. Сонымен, құрметті әріптестер, яғни біздер өзімізге аса қажетті шаблондарды мына бір 3 сайттан таңдайтын болдық. Яғни сіздердің естеріңізге тағы да бір салып көрсетіп жіберейін. Яғни ол сайттардың аты жазып аламыз міне. PowerPoint Base, яғни Google-дың браузеріне жазамыз. PowerPoint Base және Presentation Creation, соңғы және PP Slides деген осы бір 3 керемет сайт арқылы PP Slides, Presentation Creation және PowerPoint Base арқылы сіз өзіңізге аса қажетті презентацияның шаблондарын таңдап алуыңызға болады. Және олардың барлығы, мысалы презентация PowerPoint Base'те сіз диаграмманың шаблондарын, Word'тың шаблондарын, сертификаттың шаблондарын және шаблоне презентация түрлі формат тақырыптағыны өзіңіз жаныңызға қажеттіні таңдап алып өзгеріс енгізе аласыз. Сіздерге барлықтарыңызға бүгінгі ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет. Комментария бөлімінде комментария